Ну ничего, Баха. Мен шығам, и бірден келесі шығатын командадан шығарасың ғой, Баха. Түсіндің ғой, ә? Ондай болса, құрметті Әлиқазылар алқасы, бір кісі айтқандағыдай жайдарманымызды бастайық. Сіздердің алдарыңызда еркін құрама атышулы жігіттері бар. Өткенде бір кереметтей атты осы жерден қанжылап кетіп еді. Бүгін қайтадан сенімсіздікпен аты жоқ еркін құрамасы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жұманазар аға, балуансың ғой дара, ал азамат бізге жанашырсың. Жүргізуші мәкен, сен сұлусың мәкен, қорғанымыз қуатжан шын асылсың. Олжас, Фейсбукта мен сенмен мақтанамын, Мұрат, мен сені Меккеге апарамын. Бізге 300 мың ауадай қажет еді, білесің бе жаным. Мұрат, мен сені Меккеге апарамын, расқот болсам да апарам деп шештім. Міне мәкеңді көрсем кәдімгі өлең айтқым келе береді ше. Қанша ән айтсаң да бұл кісіге аздық етеді. Бұл кісі деген нағыз кәдімгі жастарды қолдайды, жастардың жанашыры. Жастар бір жерде шоғырланса барып, солармен бірге сенбілікке суретке түседі. Дұрыс па? Бүгінгінің батыры бұл кісі. Бүгінгінің дарасы, бүгінгінің данасы. Қандай ғана ана ту деген осындай керемет қып. Құдай бере саған жаным, жаным, жарығым. Осындай бала кімде бар, осындай бала кімде бар. Көкөсінің көкөсі, жаным, жаным, жаным-ай. Осындай бала кімде бар. Вот сонша тағай, еркеледі сонша. Енді жұмысы жүріп қой, бір жерге тықып бере ма деп атымыз енді. Қымбат достар, бүгінгі жайдарман ешқандай көрерменсіз өтіп жатыр. Біз демек 500 адамға емес, тек қана 5 адамға ойнаймыз. 5 адамға ойнамай-ақ қояйық. Төртеу ғой, сен санай алмайсың міне. Төртеуінің миын ашып не қыласың? Дұрыс па? Музыканы итаки біздің алдымызда шыққан команда шіреп іреп ол кісілерді миын ашып отыр ғой. Төртеуін үйге алып барайық. Дастарханды жазайық. Екі жерден 5 шығармай қояйық. Екі жерден қоя салайық болмаса. Просто 2 болса болды ғой. Дұрыс па? Шашлықтан қояйық. Тағы не бар? Пашлик деген нелерді айтып отырсаңдаршы, мен жандыра бермей. Дұрыс па? Тағы бір көксе қоя салайық. Біздің үйде қазір көксе істейтін жер бар. Пицца қояйық. Дұрыс па? Жағымпаз арық бұл кісілерге. Қазір бізден кейін шыққан командалар шығып, массовкамен шығады қазір. Бір-біле қылады, гитара алып шығады, өлең айтып, мына кісілерді миын ашытады. Дұрыс па? Үйге барайық. Ақыры барғаннан үйге барып, кальян шегетіндер бар шығар. Арасында бір әшкілерді магазинге жұмсап жіберейік. Жоқ, тәге ол кісілер ішпейді. Мен айранға жұмсайын болса, уайымдамасай. Болмаса, үлкен ересек азаматсыздар ғой барлықтарыңыз, түсінеді ғой. Бәріміз саунаға барайық. Саунаға барайық, сөйтейік. Мен де барам. Ау? Мен де барам. Жоқ, сен керек емес, біз өзіміз терлеп сөйтіп, біз өзіміз бола берейік. Вот сіздерге чай демдеп берем, сосын терлейсіздер. Жоқ, шайсыз да терлей береміз, шай керек емес, өзі былай терлей береміз. Қалай? Қалай болғанда енді терлейсің ғой енді бүйтіп карта ойнап терлеп кетеміз, карта ойнап терлейміз. Мен де карта ойнай аламын. Мынау дым түсінбейтін бәлегенше болмайды саған баруға, болмайды, өзіміз барамыз біз. Біз өзіміз сол жерге барып, бір болмай баратса параға кіріп терлейміз. А вдруг чай ішкілеріңіз кеп қалады? А вдруг сен шақырамыз сол кезде. Айжарқын, 15 күн өтті. Өткендегі сөздің жауабын берсең, мен күтіп жүрмін. Нұржан, мен сен қызың болам, бірақ мен білесің байлыққа қызықпайтыныңды. Қалмалма 101 қызғалдақ берсең болды. Ойбай, болды берем ғой. Түркістан облысында 6 дана қызғалдақ жұлған азамат 9 миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Сен 101 қызғалдақ беруің керек. 6 қызғалдағың 9 миллион болады. 101 қызғалдағың примерно қазір мен арифметикаға салып жіберейін, калькулятордегідей 101 миллион 500 мың болады. 101 миллион 500 мың сен қалың малың біраз ауданның бюджетіне қымбат болып тұр ғой. Сен кәдімгідей байлыққа қызықпайын деп қойсың, қып-қызыл бізді косякқа тығып тұрсың сен кәдімгідей. Болмайды. Ақыры ұнатып тұрған екен, осыған тұрмысқа шықшы. Нұржан, ұнамайды маған. Неменеге ұнамайды?
жалпы жігіттердің боянған, әсіресе ерін боянған жігіттер вообще ұнамайды. Жоқ, ерін бояғанда енді Құдай өзіңді ұрған екен ғой негізі. Ол екі мына қайсысы ай жарқын деп ажырата алмаймын. Мейлі, болды, сен спискте жоқсың. Болмаса битек айналайын, ақ жарқын осы жерді пайдаланып мен сені құшақтайын жанырақ ұрып. Құры тұрғанша, қыпша белді ұстамағалы қанша. Ей жаным, бұл жоқ сценарийде, просто берін құшақтап жатырмын. Болмаса битек, ақыры тұрмысқа шыққың келетін болса, кімсің? Мәкең тұр. Жайдарман филиалының директоры. Бойдақ бұл, осы кісіге тұрмысқа шық. Мәкең ұнамайды. Неменеге ұнамайды? Мәкем, мынау не бұл? Тағай, әшін ол кинодағы образ ғой. Қандай киноға түсу? Болмаса битек, ақыры тұрмысқа шыққысы келген екен, ақыры тұрмысқа шыққан екен. Біз енді спискте жоқ адамдармыз ғой, біз енді былай біледі ғой бұл кісі. Қуатжан. Қуатжан бар. Бойдақ жігіт, осы жігіт. Қуатжанға тұрмысқа шықсаң өкінбейсің. Арыстың азаматы, нағыз батыр, Рембо сияқты балдар туасыңдар. Жауының аяғын шақ кетіп шабатын. Кәдімгі күйеуің сыртта жүреді. Сен іште шалып жатып, ой, кір жүгіп жүре бересің. Керемет емес па? Ұнай ма? Ұнамайды. Неменеге ұнамайды саған? Ұнамайды деп сен кәдімгі қалаулы қатысың ғой, негізі Жайдарман ойнауға келген адамыз. Кім ұнайды саған? Айтшы, қайсысы ұнайды? Мәкең негізі ұялып тұрған ем. Құлағыңызға айтсам бола ма? Мұрат аға? Болды. Ұялатын ештеңе жоқ Мұрат аға. Как раз осы сізді сол жайлы ойланып отырған шығар енді ішінен адам ғой. Мұрат аға болмайды. Не болмайды? Осы келіншегі бар ғой. Не алады келіншегі болса? Кімнің келіншегі жоқ қазір? Тоқалық әперек осы кісіге. Шыңғысханда 500 болған дұрыс па? Мәкең 501 алу керек. Қашанғы Шыңғысханды айта береміз? Рекордын жаңартсын. 30 жылдан кейін кәдімгідей Мәкең деп айтып отырайық, Шыңғысхан ұмытылады сонымен. Ой, Тәке ыңғайға келмейді ол. Ыңғайға келеді. Елдің елеулісі, халықтың қалаулысы Нұрғали Нүсіпжанов атамыздың өз 80-ге келген шағында саналы түрде жас қызбен сондай болды ғой. Енді бұл кісі де енді екеуі ақылдасып, қазір Нұрғали ағамызбен жолығып жүр. Бұл кісі маған сәлем беруге, өзінің ақыл ойыма бөлісуге Мұрат інім келіп отыр екен. Дұрыс екен мінекей. Мәке, пожалуйста. Тоқалдайын, енді ана қызғалдақты өзіңіз бір біле қыласыз ғой. Ендеше анығын айтайық, 300 мың үшін кеттік. Армысыз қымбатты достар, сонымен көрейік. Мүлдем сан білмейтін сот төрағасы. Мен сені қауын шыққанға дейін қамайым. Жалғастырамыз. Соғысқа, яғни тапсырыспен, яғни заказбен шығатын батыр. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Соғысқа шығып отырсыз ба? Ой, мен өлтіремін осы соғысты. Қымбатты достар, мұндай да болады екен. Азамат Сәдуақасов ағамыздың келіншегі, яғни Ұлбосын жеңгеміз көкпарда. Бәрекелді, белгілі балуан Жұманазардың қошқар сәйгүлігімен айдай ару күндей көркем Ұлбосын шабандоз тастады 300 мыңға. Мінекей көкпар жалғасты, көкпар жерден көтеріледі. Бұл жерде нониятты сәйгүлікпен Нариман Балғабаев көкпарды тақымына қысты. Мінекей Нариман жеңіс көкпарда не алып жүр, мен түсінбедім. Достар, енді нағыз ересектерге арналған әзіл. Сонымен көреміз. Қазылар алқасы, яғни сіздер моншада. Мәке отырсаңызшы. Профессионалсыз хабарлап жатсыз ғой. Үйреніп қалам отаға. Бар тапқан импровизацияға өзі болды. Әмел, Мәке, сіз не айтсаңыз күле береміз біз. Азамат бір әріп айтыңызшы. Азамат өткеннен бері сөйлесем деп жүр едің. Қандай әңгіме? Мәке, енді шынайы әңгіме көшейік. Мұрат ағам, сіз Жайдарманның жаны ашырысыз, дұрыс па? Басы қасында боласыз. Жайдарманнан қазылар алқасында үнемі отырасыз. Мен енді өзім көз түймесінде ойнадым, чемпион болдым. Содан кейін анаға микрофон бір ананың рөлі келе жатыр ғой. Көз түймесінде болдым. Жетелуге бола микрофон. Қуатжан, не болды? Айналайын бауырым. Мына кәләң гарчит етіп кетті. Мына отырған жеріміз вообще ұнап отқан жоқ маған. Бильярдтың тұра анау киғисық, бассейннен ақысы жоқ. Бассейнде Жұманазар шомылғанын білесің, бомба ұқсап судың бәрі сол кет Жұманазармен бірге. Мәкен, айтайын деген, Жайдарман деген Азамат, ешкім шақырмайтын бедің? Мен бартерге суши ғана аламын, басқа ештеңе аламаймын, мен ренжіме. Жоқ, сен жүрсің бедің? Кеше күрескен ғой, мен сол күресте иығым шығарып алған, маған сынықшы керек болды. Сынықшы, сөйтіп айтсайшы сәл. Сынықшы болып шақырамыз. Қаншама ауданда жастар мынау Жайдарманның Жігіттерінен көрдіңдер. Жоқ, Қуатжан, өзің шеге берші, шекпейміз біз, соларға бір демеушілік жағынан. Сынықшыларым керек болады ма? Келеді, уайымдамаңыз.
мынау қазір мына адалия зор кетіп жатыр. өзің шеге берші, өзің шегіп отыра берші, ішің түтін сыртың бүтін болып отыршы, тыныш. Мақұл. Қыс мезгілі несін алып отырсың, тыныш. Мынау сырт жақта біздің қаншама... сынықшыны не қылдыңдар? Сендер бірінші екеуің сөйлесіп алыңдаршы, кейін мен айтамын, Болды, әзеке, ренжімеші, мақұл, сөйлесе берші. Қызықсыңдар сендер кәдімгідей. Не болды сонша шошып, Олжас қол? Олжас қақ жүрсін? Жігіттер пар дайын болды, мощный болып тұр. Мәке, парға кірейік жүріңіз. Сөз соңында, құрметті Мұрат Жолдықожаев мырза, негізі сізге бір шағын ұсынысымыз бар еді. Жаңа моншада айтамыз бек, балалар жөтеліп кетерге беріп кішкене пардада дұрыс әңгіме қыламадық. Білесіз, Шымкенттің намысын қаншама жайдарманшы республикалық деңгейде қорғайды. Кейде ақсап жатады. Бұл енді жігіттердің білімсіздігінен емес, олардың бір дайындалатын жері жоқтығынан. Біз жайдарманды жақсы көргеніміз үшін саябақта, дүңгілшіктерде дайындаламыз. Біз мысалы осы команда Айжарқын үйінде дайындалдық. Бұл қай бір дайындық болады дейсіздер, қыздың үйіне, дұрыс па? Сондықтан енді алдағы уақытта сондай бір керемет идея келіп жатса, жайдарманшылар үйін құрып беріңіз демейміз, сол туралы идеяны жай блокнотыңызға түртіп қойсаңыз, дұрыс па? Әдемі болады. Өйткені біздің жайдарманшыларда жайдарман үйі деген жоқ. Ол бай тұрсын, біздің команданың аты жоқ. Біз командаға ат қояйық та. Тәке өткенде қойдық қой, Нұр Отан деп. Болмайды ол, Нұр Отан деген кез келген жерге қоюға болмайды. Ойыннан кейін білесіңдер ме, не болған көрдіңдер ғой. Сұхбат беріп, содан ең шығып тұрған жоқпыз ба қазір. Мәке енді анау болашақта орындалатын дүниелер бар. Орындалды дейік. Егер сіздің атыңыздан жайдарман орталығын құрсаңыз, біз команданың атын соған лайықтап дәл осы сәттен бастап өзгертеміз. Яғни біздің команданың аты бүгіннен бастап Мәкен құрған жайдарман академиясының орталығы. Қысқаша, міне МКЖАО дейсіздер. Тәке, ол мынау әріптері шатасып келіп, мажоқ болып қалса не болады ол? Мажоқ болып қалса, міне мегаполистегі алғыр жайдарманшылар орталығының құрамасы дей саламыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Одан тағы шатасып, мынандай болып кетсеші бір. Қандай болып кетуі мүмкін? Мынандай әріптер, ол әріптер шатасса ода тұрған ештеңе жоқ. Қымбат қазылар алқасы әріптерде тұрған ештеңе жоқ. Ең басы естеріңізде сақтап қалыңыздар. Мұрат Жұманазар жоқ, Азамат Қуатжан Олжас. Сіздермен бірге болған болашақтағы Мәкен құрған жайдарман академиясы орталығынан келген Мегаполистегі алғыр жайдарманшылар орталығының құрамасы. Қымбат достар, әділін айтсаң, әдемі айтқаның.